Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгін біз өте маңызды, бірақ жиі елемейтін тақырып туралы сөйлесеміз. Стресс жыныстық өмірді қалай өлтіреді? Өлтіреді деген сөзді қасақана айтып отырмын, себебі стресс жыныстық өмірге аздап әсер ететін нәрсе емес. Ол оны толығымен жоюы мүмкін, біртіндеп, байқамай, және өте көп жұп осы себептен бір-бірінен алыстайды, білмей. Бүгін мен сізге мынаны айтамын. Стресс кезінде мида не болады? Ол гормондарға қалай әсер етеді? Жыныстық өмірді нақты қалай бұзады? Жұбайлар арасына қалай кіреді? Және ең бастысы, не істеу керек? Алдымен, стресс кезінде денеде не болады? Бұны түсіну маңызды. Стресс болғанда ми қауіп бар деген сигнал береді. Бүйрек үсті бездері кортизол мен адреналин бөледі. Бұл гормондар денені күрес немесе қаш режиміне қояды. Жүрек тездейді, бұлшық еттер кернеледі, зейін тарылады. Дене бір ғана мақсатқа бағытталады, қауіптен аман шығу. Осы режимде дене не өшіреді? Ас қорыту баяулайды, иммунитет әлсірейді, ұйқы бұзылады, және жыныстық ынталану мүлдем өшіріледі. Себебі дене қазір жыныстық өмірге уақыт жоқ, аман қалу керек деп шешеді. Бұл табиғи механизм. Миллион жыл бұрын бабаларымыз аюдан қашып жүргенде жыныстық ынталану керек емес еді. Бірақ бүгін аю жоқ. Бірақ мидың механизмі сол күйінде. Стресс гормондарға не істейді? Бірінші, кортизол тестостеронды басады. Кортизол жоғары болса, тестостерон төмен болады. Тестостерон жыныстық ынталанудың негізгі гормоны. Еркекте де, әйелде де. Тестостерон азайса, либидо жоғалады. Екінші, кортизол эстрогенді бұзады. Әйелдерде эстроген деңгейі бұзылса, жыныс жолы құрғайды. Жыныстық қатынас ауырады, ынталану болмайды. Үшінші, кортизол пролактинді арттыруы мүмкін. Пролактин жоғары болса, либидо одан да азаяды. Яғни, стресс гормондық тізбекті бүкіл жерден бұзады. Созылмалы стресс жыныстық өмірге одан да зиянды. Бір күн стресс болды, ештеңе емес. Бірақ апталар, айлар бойы стресс болса, кортизол деңгейі үнемі жоғары тұрады. Гормондар ұзақ уақыт бұзылады. Жыныстық өмір біртіндеп азаяды. Содан кейін мүлдем тоқтайды, жұп байқамайды да. Стресс психологиялық жақтан жыныстық өмірді қалай бұзады? Бірінші, зейін болмайды. Жыныстық өмір кезінде жұмыс ойлайсыз, баланың мәселесін ойлайсыз, қарыздарды ойлайсыз. Ми мұнда емес, басқа жерде. Зейінсіз жыныстық өмір механикалық болады, рахат болмайды. Біртіндеп жыныстық өмірден безінесіз. Екінші, шаршағыштық. Созылмалы стресс ұйқы бұзады. Ұйқы бұзылса, күні бойы шаршаған боласыз. Кешке жыныстық өмірге дәрмен болмайды. Тек ұйықтасам болды деген ой. Бұл кейде айлар, жылдар бойы созылады. Үшінші, тітіркенгіштік. Стресс кезінде адам тез тітіркенеді. Жұбайының кішкентай сөзі үлкен жанжалға айналады. Жанжал болса, жыныстық жақындық болмайды. Жыныстық жақындық болмаса, эмоциялық алшақтық артады. Эмоциялық алшақтық артса, жыныстық өмір одан да азаяды. Шеңбер жасалды. Төртінші, өзін өзі бағалаудың төмендеуі. Стресс кезінде адам өзін жеткіліксіз, нашар, сұмдық деп санайды. Жыныстық өмір кезінде де осы ойлар келеді. Мен жақсы емеспін, жұбайым мені жақсы көрмейді, мен тартымды емеспін. Осы ойлар жыныстық ынталануды өшіреді. Бесінші, депрессия. Созылмалы стресс депрессияға айналады. Депрессия жыныстық өмірдің ең үлкен жауы. Депрессияда ештеңе қызықтырмайды, жыныстық өмірде. Стресс жұбайлар арасына қалай кіреді? Бұл өте маңызды бөлім. Стресс тек сіздің жыныстық өміріңізге ғана емес, жұбайыңызбен қарым-қатынасыңызға да зиян келтіреді. Бірінші, екеуі де шаршаған. Қазіргі заманда екі жұбайда жұмыс істейді. Екеуі де стресс, екеуі де шаршаған. Кешке үйге келгенде тек демалу керек. Жыныстық өмірге орын қалмайды. Бұл біртіндеп норма болып кетеді. Бір ай өтеді, 2 ай, жарты жыл. Жұп байқамайды да жыныстық өмір мүлдем жоғалған. Екінші, коммуникация бұзылады. Стресс кезінде адам жабылады, өз мәселесіне кетеді. Жұбайымен аз сөйлеседі. Ол не сезіп жатқанын айтпайды, жұбайы да айтпайды. Екеуі де үнсіз жүреді. Эмоциялық алшақтық артады. Эмоциялық жақындық болмаса, жыныстық жақындық болмайды. Бұл психологияның негізгі заңы. Әсіресе әйелдерге. Әйел үшін эмоциялық байланыс жыныстық ынталанудың шарты. Үшінші, жұбайын кінәлайды. Стресс кезінде адам кінәні іздейді.
Ем оғай жұбайын кінәлау. Сен мені түсінбейсің, сен қолдамайсың, сен ойламайсың. Жанжал артады, жыныстық өмір азаяды. Шеңбер жасалады. Төртінші, физикалық жанасу жоғалады. Стресс кезінде адам тіпті жай ғана қолын ұстасуды, құшақтасуды жоғалтады. Физикалық жанасу окситоцин бөледі, байланысты нығайтады. Жанасу жоқ болса, жақындық азаяды. Жақындық азайса, жыныстық өмір де азаяды. Бесінші, жұбайы жыныстық өмір ұсынса, бас тарту. Шашадым, ойым жоқ, кейін. Бас тарту жұбайын жарақаттайды. Жұбайы өзін қажетсіз сезінеді, келесіде ұсынбайды. Жыныстық өмір тоқтайды. Енді ең маңызды бөлімге кетейін. Не істеу керек? Бірінші, стрессті мойындаңыз. Бұл ең бірінші қадам. Өзіңізге, мен стресс кезіндемін, сондықтан жыныстық өмір азайды деп айтыңыз. Жұбайыңызға да айтыңыз. Мен сені жақсы көремін, бірақ қазір стресс кезіндемін деу. Маған ынталану жоқ деп үнсіз жүргеннен 1000 есе жақсы. Жұбайыңыз түсінеді. Жасырмаңыздар. Екінші, стрессті бірге шешіңіздер. Жұбайыңызбен ашық сөйлесіңіз. Мені не мазалайды деп айтыңыз. Жұбайыңыз, серіктесіңіз. Ол шешім табуға көмектеседі. Немесе тек тыңдайды, кейде тыңдау жеткілікті. Проблеманы бірге шешкен жұп бірге күшейеді. Жыныстық өмірде қайтады. Үшінші, стрессті азайтатын тәжірибелер енгізіңіздер. Медитация, күн сайын 10 минут. Зерттеулер бойынша медитация кортизолды 30%-ға азайтады. Табиғатта жүру, жарты сағат. Ауа кортизолды азайтады. Дене жаттығулары, серотонин мен дофамин бөледі. Күнделік жазу, ойларды қағазға түсіру, вен жүктемесін азайтады. Терең тыныс алу, симпатикалық жүйкені тынышталтады. Төртінші, ұйқыны реттеңіздер. Стресс ұйқыны бұзады. Ұйқы жетіспесе, стресс артады. Осы шеңберді бұзу керек. Кешке бірдей уақытта ұйықтаңыздар. Телефонды ұйықтар алдында 1 сағат бұрын қойыңыздар. Жатын бөлме, тек ұйқы үшін. 7-8 сағат ұйқы міндет. Бесінші, жұбайыңызбен физикалық жанасуды қайтарыңыздар. Жыныстық өмірден бастамаңыздар. Жай ғана қолын ұстасыңыз, құшақтасыңыз, бетіне тисіңіздер, массаж жасаңыздар. Физикалық жанасу окситоцин бөледі. Окситоцин байланысты нығайтады. Байланыс нығайса, жыныстық өмір табиғи оралады. Алтыншы, date night жасаңыздар. Яғни, жұбайыңызбен арнайы уақыт. Балалар жоқ, телефон жоқ, тек екеуміз. Мейрамхана, серуен, үйде арнайы кеш, аптасына 1 рет. Бұл байланысты қайтарады. Жыныстық өмір байланыстың жемісі. Жетінші, психологқа барыңыздар. Егер стресс созылмалы болса, депрессия басталса, жұбайыңызбен байланыс өте нашарласа, психологқа барыңыздар. Жалғыз немесе жұбайыңызбен бірге. Жұбайлар терапиясы өте тиімді. Бір сессия бірнеше ай жасырынғаннан тиімдірек. Сегізінші, сексологқа барыңыздар. Егер стресс азайған, бірақ жыныстық өмір қайтпаса, сексолог маманмен жұмыс жасаңыздар. Сексолог бұл ұялатын нәрсе емес, бұл маман. Тіс дәрігеріне барасыздар, гинекологқа барасыздар, сексологқа да бара аласыздар. Тоғызыншы, гинеколог немесе урологқа барыңыздар. Кейде стресс гормондарды соншалықты бұзады, гормональды тексеру қажет болады. Тестостерон, эстроген, кортизол, пролактин анализдері. Гормон деңгейлері қалпына келтірілсе, жыныстық өмірде қайтады. Оныншы, өзіңізге мейірімді болыңыздар. Стресс кезінде өзін кінәлаудан тоқтаңыздар. Мен жаман жұбаймын, мен жеткіліксізмін. Бұл ойлар жыныстық өмірді одан да бұзады. Стресс сіздің кінәңіз емес, ол заманауи өмірдің бөлігі. Бірақ одан шығу жолы бар. Жұбайларға арналған маңызды кеңес. Егер жұбайыңыздың жыныстық ынталануы азайса, дереу мені жақсы көрмейді, басқасы бар деп ойламаңыздар. Алдымен сұраңыздар, сен жақсы ма? Не болып жатыр? Мен саған қалай көмектесе аламын деп. Жұбайыңыз стресс кезінде болуы мүмкін. Ол сізден безінген жоқ, ол тек шаршаған. Соны түсінген жұбай ең жақсы терапевт. Қорытынды айтайын, стресс жыныстық өмірдің бірінші жауы. Ол гормондарды бұзады, зейінді өшіреді, шаршатады, жұбайлар арасына кіреді. Бірақ стресс жеңілетін нәрсе, мойындаңыздар. Жұбайыңызбен ашық сөйлесіңіздер, стрессті азайтыңыздар, физикалық жанасуды қайтарыңыздар. Қажет болса, маманға барыңыздар. Жыныстық өмір бұл тек рахат емес, бұл байланыстың, сүйіспеншіліктің, денсаулықтың белгісі. Оны сақтаңыздар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар.
Комментарийде жазыңыздар. Стресс пен жыныстық өмір туралы өз тәжірибеңізбен бөлісіңіздер. Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Стресс барлығымызда бар, бірақ ол жыныстық өмірді өлтіруге мүмкіндік бермейік. Келесі видеода жұбайыммен жыныстық өмір суынды не істейміз деген тақырыпта сөйлесемін. Сонда кездескенше аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын.